Ойындар сандығы. 10 қызықты ойын. Қазақ тілі, ағылшын тілі, орыс тілі, математика, сауат ашу және тағы басқа сабақтарда ойнауға болады. Сипалап таны ойыны. Мақсаты балалардың танымдық үрдісін, ойлау, сөйлеу, елестету қабілеттерін, қолдың ұсақ моторикасын дамыту. Сипалап таны ойынын ойнатудың бірнеше нұсқасы бар. Біріншісі, баланы көзін жұмуды өтініп, қолына затты беру. Бала затты сипалап тану керек. Бұл нұсқаның кемшілігі, бала кез келген уақытта көзін ашып, затты көруі мүмкін. Бұл не? Бұл машина. Жақсы, көзіңді аш, қара. Екінші нұсқада затты қаптың ішіне салу керек. Бала қаптан затты алып шықпай, оны сипалап, алдына қойылған мақсатқа байланысты оны сипаттау немесе жай ғана атау керек. Бұл картоп. Бұл қияр. Тамаша. Үшінші нұсқада затты қораптың ішіне салу керек. Қораптың бір жағын кесіп тастап, екі шетінен қол салуға арналған екі тесік жасау керек. Ішіне затты орналастырамыз. Бала оны сипалап таниды. Арқада сурет салу ойыны. Мақсаты сезімдік қабылдау арқылы белсенді ой қызметіне түрткі болу. Балалардың елестету, қабылдау, есте сақтау қабілеттерін дамыту. Ойынды ойнау үшін балалармен бірге әрбір суретке символ ойлап тауып, оны тақтаға салу керек. Одан кейін баланың арқасына символды қолмен салып, бала осы символға сәйкес суретті атау керек. Мәшине, жақсы. Егер математика немесе сауат ашу сабақтары болса, онда баланың арқасына сандар, әріптер жазылады. Бұл ойынды жұптасып немесе топтасып ойнауға болады. Мәшине. Дұрыс па? Жақсы. Ауысамыз. Көршак. Топтасып ойнайтын болсаңыздар, балалар бірінің артына бірі тұрып, оқытушы немесе тәрбиеші тізбекте тұрған соңғы баланың арқасына сурет салады және суретті көрсетеді. Бала өзінің алдында тұрған баланың арқасына сурет салады. Осылай тізбек бойынша сурет бірінші тұрған балаға жетеді. Ол бала суретті тақтаға салу керек. Соңында оқытушы немесе тәрбиеші өзінің суретін көрсетіп, тақтадағы суретпен салыстырады. Тап, қолыңды тигіз ойыны. Мақсаты балалардың қимыл белсенділіктерін дамыту, ширақтылықты арттыру, оқытушының немесе тәрбиешінің айтқанын түсініп орындау. Бөлмеде ойыншықтарды немесе басқа дидактикалық материалдарды әртүрлі жерге орналастыру. Оларды кезек бойынша атау керек. Ал бала оны тауып, қолын тигізу керек. Немесе қосымша балаға бұл ойыншықты әкелуді ұсынуға болады. Сиқырлы көздер ойыны. Мақсаты балалардың сөздік қорын байыту, көру арқылы есте сақтау қабілеттерін дамыту. Тақтаға суреттер және олардың үстіне магниттер тізбек ретінде орнатылады. Оқытушы немесе тәрбиеші тақтадағы суреттерді атап, балалар артынан қайталайды. Бірінші айналымда оқытушы бір суретті алып тастайды. Бірақ бұл суреттің орнында магнит қалады. Яғни балалар суреттер тізбегін жетпей тұрған суретті қоса айтып атау керек. Келесі айналымда тағы бір суретті алып тастайды. Тақтада тек қана магниттер қалса да, балалар барлық суреттерді атап шығу керек. Сол кезде ойын аяқталады. Мысық, марғау, ит, күшік, сиыр, бұзау. Секіргіш ойыны. Мақсаты балалардың сөздік қорын байыту, қимыл белсенділіктерін дамыту, сабаққа қызығушылықтарын арттыру. Жерге ойыншықтарды немесе суреттерді тізіп шығу.
Олардың арақашықтықтары баланың аяқтары сиятындай болуы қажет. Бала бірінші ойыншықтың алдында тұрады. Оның атауын дұрыс айтса, оны секіріп өтеді. Солай барлық ойыншықтардан секіріп өту керек. Топ, машине, uşak. Өте жақсы. Түрліше айт ойыны. Мақсаты балалардың сөздік қорын толтыру, есте сақтау қабілеттерін дамыту, эмоцияларды көрсету, сөз қарқыны мен дауыс күшін өзгертуге үйрену. Балаларға суреттегі сөзді түрліше айтуға ұсыну. Бір сөзді баяу, тез, көңілді, мұңды, қатты, тыныш айту. Бала кем дегенде бір сөзді 6 рет қайталап жалықпайды. Теперь говорим медленно. Бота. Быстро. Бота. Весело. Бота. Грустно. Бота. Громко. Бота. Өте жақсы, да? Бұрыл, ата ойыны. Мақсаты балалардың сөздік қорын толтыру, қимыл белсенділіктерін жоғарылату, қарапайым ережелерді сақтауға үйрету, сабаққа қызығушылықтарын арттыру. Бұл жұптасып ойнатылатын ойын. Балалар бір-біріне арқасын қаратып тұрады. Оқытушы немесе тәрбиеші балаларға тақырыпқа сай сурет немесе ойыншық береді. Балалар 1, 2 дегенде 2 қадам алға басады. 3 дегенде балалар бір-біріне бұрылып, қарсы тұрған баланың қолындағы затты тез атау керек. 1, 2, 3. Іздермен жүру ойыны. Мақсаты балалардың сөздік қорын байыту, қимыл белсенділіктерін дамыту, сабаққа қызығушылықтарын арттыру. Бала оқытушыдан бірнеше қадам арақашықтықта тұрады. Оқытушының қолында карточкалар болады. Карточка санына сәйкес баланың алдына аяқ іздері жерге қойылады. Бала карточкадағы затты дұрыс атаса, іздерді басып алға жүреді. Оқытушыға дейін жеткен кезде ойын тоқтатылады. Süt. Nan. May. Жақсы. Білім аралы ойыны. Мақсаты балалардың сөздік қорын толтыру, қимыл белсенділіктерін жоғарылату, сабаққа қызығушылықтарын арттыру, қолдың ұсақ моторикасын дамыту. Жерге кесінді мата орнатылады. Бұл мата білім аралы. Бала аралға тұрып, оған тақырыпқа сай карточкалар көрсетіледі. Бала оларды дұрыс атау керек. Атай алмаса, кесінді матасын ортасынан бүктеу керек. Неғұрлым бала көп жауап бере алмаса, соғұрлым аралы кішірейіп тұрады. Баланың аралға аяғы сыймай тұра алмаған жағдайда ойын аяқталады. Картоп, қызанақ, сәбіз, өрік, алмұрт, анар, Алхоры. Бұл ойынды жұптасып та ойнауға болады. Сол кезде балаларға бірдей өлшемді кесінді маталар берілуі керек. Екінші жауап берген бала өзінің кесінді матасын бүктейді. Бір баланың аралға аяғы сыймай тұра алмаған жағдайда ойын аяқталады. Серуен ойыны. Мақсаты балалардың сөздік қорын толтыру, 6-ға дейін санауды жаттықтыру, қолдың ұсақ моторикасын дамыту, қимыл белсенділіктерін жоғарылату, сабаққа қызығушылықтарын арттыру. Алдын ала тақырыпқа сай ойын алаңын дайындау. Балалар кезек-кезек текшені лақтырады. Шыққан санға байланысты ойын алаңында фигурамен жүреді. Тоқтаған жердегі суретті атайды. Мәреге бірінші жеткен бала жеңеді. Бұл ойынды үстелде немесе карточкаларды жерге орналастырып ойнауға болады. 5, жақсы. Не ол? Dämde. Дәмді, жақсы.